Үшінші есеп қысқаша көбейту формуласын қолданып көбейткішке жүктелген. С куб бізге берген минус 0,25 с. Ортақ көбейткішті жақша сыртына шығарамыз. Яғни екеуінде де с бар. С куб. С ортақ көбейткіш ретінде жақша сыртына шықса, с квадрат минус 0,25 қалды. Ары қарай. С-ны жазып қоямыз. С квадрат минус 25 дегеніміз а квадрат минус в квадрат формуласына келеді. С минус 0,25, 0,5-дің квадраты. Келесі жақшада с плюс 0,5. Бізде бұл жауап В. Келесі төртінші есеп. Теңдеудің шешімін көрсетіңіз. Y квадрат минус 3y тең 4. Y квадрат минус 3y 4-ті теңдіктің сол жағына өткіземіз. Ол минус 4 болып келеді, тең 0. Бізде бұл квадрат теңдеу. Виет теоремасымен шығарсақ болады. x1 плюс x2 тең 3. x1 көбейту x2 тең минус 4. Так, жауабы бізде минус 1 мен 4 болады. Ол бізде В.